Келіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен Грузия елінің салаты Тбилиси салатын жасап көрсетемін. Майонезсіз өте дәмді, жасап көріңіздер. Мен қызыл пиязды турап аламыз да бір ыдысқа салып, алма сіркесін құйып, үстіне мариновать етіп қоямыз. Енді духовкада пісіріп алған жаңғақты да майдалап турап аламыз. Дайындап қойдық. Енді салатымызды жасауға кірісейік. Алдын ала фасольді пісіріп алдым. Консервадағы фасольда болады. Етті осылай, сиырдың етін соломка қылып кесіп аламыз. Соломка қылып кесіп алған тәтті бұрышты да салатымызға қосамыз. Гинзаны турап алдым. Осылай майдалап үстіне саламыз. Туралған жаңғағымызды саламыз үстіне. Чеснокты майдалап турап аламыз да, оны да салатымызға қосамыз. Үстіне жаңағы мариновать етіп қойған қызыл пиязымызды саламыз. Үстіне тұз салып, сұйық майды құямыз. Мен зәйтүн майын пайдаландым. Сұйық майды құйсаңыздар болады. Майды құйып болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Міне осындай керемет салат болып шықты. Жасап көріңіздер. Майонезсіз өте тойымды салат бұл. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Көп рахмет.